Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінде мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауына арналған алқалы кеңес өтті. Кеңестің мақсаты жолдауда айқындалған стратегиялық міндеттерді талқылап, білім, ғылым, мәдениет және қоғамдық даму салаларында жасанды интеллектті қолданудың жаңа мүмкіндіктерін қарастыру болды. Алғаш сөз алған білім ордасының тәрбие жұмысы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі проректоры Мерген Сүлейменов жасанды интеллект жастардың мінезі мен болмысының көрінісі екенін атап өтті. Бұл тұста ең бастысы жастардың мінез құлқы мен болмысын дұрыс бағыттай білу. Университеттің жалпы біздің міндетіміз жасанды интеллектіні тиімді қолдана отырып, жастардың рухани дүниесін, адамгершілік қасиеттерін сақтап қалу. Тек сонда ғана технология адамға қызмет етіп, қоғамның ілгерілеуіне үлес қоса алады. Жиынға университет басшылығы, профессор, оқытушылар құрамы және студенттер қатысты. Алқалы кеңестің аясында жасанды интеллекттің қоғам өміріндегі орны жайлы сөз болды. Сонымен қатар қатысушылар жасанды интеллекттің білім сапасын арттырудағы маңыздылығына және жастардың жаңа технологиялық дәуірге бейімделуіне тоқталды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл алқалы кеңес Қазақстанның жасанды интеллект дәуіріндегі стратегиялық бағыттарын айқындап, өңір жастарына тың серпін береді. Қазіргі жастардың бір анық көзқарасын президент былай дейді: қазіргі жастарымыз қазақ еліне жаңалық ашсам, өзіндік Америка ашсам, жасампаздық танытсам, сөйтіп еліме пайда тигізсем деген көзқараста қалыптасып жатыр дейді. Бұл елдегі жүріп жатқан өзгерістердің, реформалардың, тіпті керек десеңіздер, саяси реформалардың әсері дейді. Кеңес аясында университеттің ғылыми кітапханасында цифрландыру және жасанды интеллект атты арнайы көрме таныстырылды. Қорытындысында қатысушылар жасанды интеллектті жаппай енгізудің ұлттық әлеуетті арттырудағы маңызын атап өтіп, жастардың ел болашағындағы шешуші рөліне тоқталды.